Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Ләззат. Бүгін мен үйдегі бар заттармен жаппасай тағамын дайындадым. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл тағамды бастамас бұрын ең бірінші мен етке мантыға илегендей етіп, қамырымды жұмыртқа қосып илеп тындырып қойдым. Одан соң ет, картоп, сәбіз барлығын кубиктеп турап дайындап алдым. Қызып тұрған қазанымызға пиязды салып қуырып бастадым. Достар, видеоның соңына дейін қараңыздар, және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып кетуді ұмытпаңыздар. Енді етімізді салып қуыратын боламыз. Менің каналыма тіркелгеннен кейін қоңыраушаны міндетті түрде басыңыздар. Сол кезде сіздерге менің каналымда шығатын жаңа рецепттер көрініп тұрады. Мен томат пастасын қостым. Бұл маңызды емес. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Және де болгар бұрышын және тағы да дәмдеуіштерді әртүрлі қоссаңыздар болады. Бірақ мен өзім қарапайым етіп дайындадым. Енді картопымызды салатын боламыз. Картопымыз 5 минуттай аздап қуырылғаннан кейін үстіне 200-300 мл су құйып қайнатамыз. Оттың астын баяу қоюды ұмытпаңыздар. Бір рет дайындағанда-ақ өте дәмді болып шығатын жаппасайды сіздер де үйде дайындаңыздар. Суымыз қайнап жатқан кезде біз қамырымызды дайындаймыз. Қамырымызды салғаннан кейін жарты сағатқа отты баяу қойып, бетін жауып қоямыз. Мінекей достар, біздің жаппасайымыз дайын болды. Өте дәмді, өте әдемі болып шықты. Бұл жаппасайды қонақтарға да ұсынсаңыздар болады. Ас болсын достар.